Отыншы мен су перісі. Бір отыншы өзен жағасына ағаш дайындап жүріп, балтасын суға түсіріп алды. Ағыс балтаны ағызып әкетті. Отыншы жағаға отырып алды да көз жасына ерік берді. Су перісі оны аяп кетті. Отыншының көзіне көрініп, неге жылап отырғанын сұрап білді. Содан кейін суға сүңгіп кетті де алтын балта алып шықты. Отыншыдан сенің балтаң ба деп сұрады. Отыншы өзіңкі емес екенін айтты. Су перісі екінші рет сүңгіп кетіп, күміс балта алып шықты. Жоғалған балтаң осы ма деп тағы сұрады. Отыншы одан да бас тартты. Үшінші рет су перісі оған өзінің ағаш сапты балтасын алып шығып берді. Отыншы таныды. Сол кезде су перісі адалдығы үшін отыншыға 3 балтаны да сыйға тартты. Отыншы сыйлықты қабыл алды. Жолдастарына барып, оқиғаны бастан аяқ баяндап берді. Достарының бірі қызғанып кетті. Тура солай істеп көруге бел буды. Ол қолына балтасын алып, дәл сол өзенге барды да ағаш шаба бастады. Балтаны суға әдейі түсіріп жіберді. Өзі отырып жылай берді. Су перісі пайда болып, не болғанын сұрады. Балтасы жоғалып кеткен айтты отыншы. Су перісі алтын балта алып шығып, жоғалған балтаң осы ма деп сұрады. Адамның сарандығы оянды. Соның дәл өзі деп айғай салды. Бірақ бұл қылығы үшін су перісі оған сыйлық бермек түгіл өз балтасын да қайтарған жоқ. Мысал, құдайлар адал адамдарға қаншалық көмектессе, арам пиғылды жандарға соншалық дұшпан бола алатын көрсетеді.